Қазмұнайгаз үшін әлеуметтік жауапкершілік жай ғана сөз емес. Компания өз қызметін жүргізетін өңірлерде білім беру, медицина, мәдени және спорттық нысандардың бой көтеруіне көп көңіл бөледі. Бұл аймақтардың дамуына және жалпы халық игілігі үшін атқарылып жатқан жұмыстардың жарқын көрінісі. Биыл қаңтар айында Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен оқушыларға арналған заманауи болашақ сарайы ашылды. Бұл нысан жаңаөзендік балалар мен жасөспірімдерге шығармашылық, ғылым және спорт салаларында жаңа мүмкіндіктер ашады. Оқушылар сарайында робототехника, бағдарламалау, 2D және 3D модельдеу, шет тілдері, киім дизайны мен тігін, шахмат, вокал, классикалық және халық аспаптарында ойнау бағыттары бойынша жабдықталған кабинеттер бар. Сондай-ақ жаңартылатын энергия көздері, қолданбалы және жаратылыстану ғылымдары бойынша зертханалар, актерлік шеберлік, журналистика және хореографиямен айналысуға арналған телестудия, ағаш шеберханалары және өзге де үйірмелер жұмыс жасайтын болады. Маңғыстау облысындағы тағы бір маңызды жобалардың бірі кендерлі теңіз суын тұщыту зауыты. Бұл ауқымды жобаны мемлекет басшысының тапсырмасымен Қазмұнайгаз компаниясы жүзеге асырды. Стратегиялық маңызы бар нысан қысқа мерзім ішінде салынып іске қосылды. Кәсіпорын тәулігіне 50 мың текше метрге дейін суды тұщытуға қауқарлы. Зауыт Жаңаөзен қаласы мен оған іргелес елді мекендерді ауыз сумен толық қамтамасыз етеді. Сондай-ақ бұл нысан Астрахань-Маңғышлақ магистральды су құбырына түсетін жүктемені азайтып, аймақтағы өнеркәсіп әлеуетін дамытуға ықпал етеді. Сонымен қатар, ұлттық компания Қазақстанда кадрлық әлеуетті дамытуға өз үлесін қосып келеді. Мысалы, Қазмұнайгаздың қолдауымен Атырау қаласындағы Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті жанынан болашақ мұнайшыларды даярлауға арналған оқу өндірістік полигон ашылды. Жалпы аумағы 4 гектарды құрайтын полигон заманауи зертханамен, оқу өндірістік алаңдармен және кәсіби дағдыларды пысықтауға арналған тәжірибелік қондырғылармен, сондай-ақ инновациялық технологиялық шешімдерді сынауға арналған аймақтармен жабдықталған. Мұнда жер асты жөндеу жұмыстарын жүргізу дағдыларын қалыптастыру үшін 2 ұңғыма бұрғыланған. Сондай-ақ болашақ мамандар практикалық тапсырмаларды орындайтын 15 оқу алаңы салынған. Осындай оқу полигоны Қазақстанда алғаш рет салынып отыр. Балалардың денсаулығы мен дамуына бағытталған тағы маңызды жобалардың бірі Атырау облысының Құлсары қаласында дамуында ерекшелігі бар балаларға арналған оңалту орталығы. Жарық әрі кең кабинеттерде балалар мен логопедтер, дефектологтар, психологтар, реабилитологтар және физиотерапевтер секілді түрлі мамандар жұмыс істейді. Орталықтың барлық бөлмелері заманауи оңалту құралдарымен, спорттық жаттығу құрылғыларымен және басқа да қажетті жабдықтармен толық қамтамасыз етілген. Әрбір бала үшін жеке карта мен оңалту траекториясы қалыптастырылады. Балалар кәсіби көмекпен қолдау алып, шығармашылық қабілеттері мен хоббилерін дамытады. Орталықта логиканы мен ойлау қабілетін дамытуға арналған скалодром, ойын залы, сондай-ақ аулада көп функционалды ойын алаңы салынған. Психологиялық педагогикалық түзету орталығы балаларды 18 жасқа дейін қабылдайды. Мектептің бөлмесінде жұмысымызды бастап, сол жерде жұмысымызды атқарған болатынбыз. 2024 жылда қаңтар айынан бастап жаңа 3 қабатты ғимаратқа көшіп келіп жұмысымызды ары қарай жалғастырып жатырмыз. Біздің негізгі жұмысымыз балаларға педагогикалық психологиялық көмек көрсету және түзеу сабақтарын жүргізу. Балаларымызға жақсы жағдай жасалған. Облыс бойынша алғаш рет екен, біз оған өте қуаныштымыз. Бүткіл мамандар білікті, оқыған, барлық ерекше балалардың ата-анасының атынан алғысымды білдіремін. Қызылорда қаласында 2-ші жыл қатарынан жалпы аумағы 3000 шаршы метрді құрайтын оқушылар сарайы жұмыс істеп тұр. Бүгінде бұл көп функционалды кешенде 500-ден астам бала 20 тегін үйірмеге қатысуда. Мұнда техноорталық, өнеркәсіптік дизайн, робот техникасы және бағдарламалау сыныптары, экологиялық зертхана, телестудия, сондай-ақ музыкалық аспаптар, вокал және хореография студиялары ашылған. Оқушылар сарайы іске қосылғалы, халықаралық турнирлер мен байқауларды қоса алғанда көптеген маңызды іс-шаралар өтті. Сондай-ақ 120 баланы қамтыған жазғы лагерь ұйымдастырылды. Осылайша Қазмұнайгаз жүзеге асырған әлеуметтік жоба балаларға қосымша білім алып, шығармашылық қабілеттерін дамытуға арналған мүмкіндіктер ұсынып келеді. Біз оқушылар сарайында тек қана телестудия емес, робототехника, домбыра, неше түрлі үйірмелерге қатыса аламыз. Және де біз өзіміздің талантымызды ашып, биікке жарқырай беретін боламыз. Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен жүзеге асырылған тағы бір ауқымды әлеуметтік жоба Орал қаласындағы Жайық арена спорттық сауықтыру кешені. Оның аумағы 20 мың шаршы метрден асады және ол заманауи стандарттарға сай салынған.
жайық аренада жүзу бассейні, бокс, күрес, стел теннисі, садақ ату, фитнес, мини-футбол, волейбол және баскетбол залдары, сондай-ақ бой қыздыру алаңы бар жеңіл атлетика аренасы жұмыс істейді. Кешен бір ауысымда 300 адамға дейін қабылдай алады. Көрермен трибуналары 1200 орынға есептелген. Қазіргі уақытта мұнда көптеген спорт түрі бойынша халықаралық жарыстар жиі өткізіледі. Жалпы бұл спорт кешенінде болашақ чемпиондар тәрбиеленіп қана қоймай, өңір тұрғындарына салауатты өмір салтын ұстануға барлық жағдай жасалған. Қазмұнайгаз елдің оңтүстігінде де бұқаралық спортты дамытуға елеулі үлес қосып келеді. Шымкент мұнай өңдеу зауытының 40 жылдығына орай Бадан бір тұрғын алабында бір мезетте 100 баланы қабылдай алатын жабық спорт кешені ашылды. Жаңа нысанда дене шынықтырумен айналысуға және шағын футболдан жарыстар өткізуге жан-жақты жағдай жасалған. Жоба салауатты өмір салтын насихаттауға және барлық жастағы қала тұрғындары үшін спортпен айналысуға мүмкіндік бар. Қазмұнайгаз ірі әлеуметтік бастамаларды жүзеге асыру арқылы өңірлердің өркендеуіне, халықтың тұрмыс-тіршілігін жақсартуға және болашаққа инвестициялар құюға үлес қоса отырып, әлеуметтік жауапты компания ретінде өзінің стратегиялық бағытын айқын көрсетіп келеді. Мұндай бастамалар болашақта да жалғасын табады.